Келесі техника бізде симфизит, яғни босануға дейінгі немесе босанудан кейінгі жарақаттардың бірі. Бұл шат сүйектерінің ар жауынан болатын бұзылыстар. Бұл осы симфизитке байланысты бізде керемет техникаларды сіздерге көрсететін боламын. Және сол техниканы жасау барысында сіздерге жаңа босанғанға дейін немесе босанғаннан кейін жасасаңыздар керемет нәтижені көретін боласыздар. Ал кеттік менімен бірге. Сіз алақаныңызды толықтай жамбас сүйекке, яғни бізде 8 көзге толықтай қойып аламыз. Және үстіңгі бөлік бізде міне жатырдың жоғары жағына қоямыз, яғни қуық тұсына. Осы техниканы дірілдету барысында 5 минут уақытыңызды бөліп, жоғарыға, астыға, яғни астыңғы қолыңыз жоғарыға кетсе, жоғарғы қолыңыз асты жағына қарай қарама-қарсы түрде бір-бірін компрессиялаймыз былай айтқанда, және де фасцияға түсіп, фасцияларын қалыпты жағдайда нормаға түсіреміз. Кеттік. Жоғары, төмен, жоғары, төмен. Және жамбастағы 8 көзге біздің бас бармақ қолымызбен қаттырақ тонусқа түсіп, сүйекті босатамыз. Жоғары, төмен. Және де қарама-қарсы түрде бір-біріне батамыз. Ал бізде симфизитке арналған жаттығуларымыздың бірі. Және де сіз өзіңіз үй жағдайында өзіңіз жасасаңыз кеттік. Сіз симфизит, яғни шат сүйегін босатқаннан кейін барып, осы аяқтың тонустарын 180 градусқа созып шығамыз. Қатты сізге ыңғайсыз болса, бар күшіңізбен салсаңыз да болады. Және де аяғыңызды тіктейміз 180 градусқа. Қалыпты жағдайда осы техниканы 5 күн қатардан жасап, 40 күн немесе 20 күн демалысқа жіберсеңіз болады.